Allah subhanahu wa taala bu oturuşlarımızda Allah'ım berekeli Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadislerini buldu eken aytıp öttü cennet jayında. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Egerde bir kavim bir yerge jinalatın bolsa, bir jerde jinalıp Allah'ın eske alatın bolsa, sol jerde mіндетті түрде Allah'ın rahmeti, Allah'ın sakinatı түсет деп айтады. Ya bireуlerimiz var, bir imam vaqt aytып жатқан кезде onu çaktırmay oturamız. Sebebi nege? Mümkün bul, misal menin kemçiligim шығар. Бірақ bir imamlar vaqt aytқан кезде rahatlanıp oturamız. Ol rahat öz-özünden emes bol. Бұл Allah'ın rahmeti түскенден кейін бұл rahat bizдің жүрегімізге келет, құрметті жамағат. Sebebi Peygamber aleyhissalatu vesselam ne dedi? Қазір айтып өтті, егерде мен бар рауда мен ненің арасында 2 рәкат намаз оқитын болса, раузатул мин риязил жаннах деп айтады. Ол жаннат бақшалардан бір бақша деп айтады. Мына отырыстардың өзінде жаннат бақшалардан бір бақша, құрметті жамағат. Себебі егерде осы жерде арамызда осындай уағыз насихаттарды естіп, өзіміздің кемшілігімізді туралайтын болсақ, намаз оқымай жүрген бауырларымыз болса, шынымен намаз оқу керек екен. Шариғаттағы бір өзімізге лайықты кемшілігіміз болатын болса, имамдардың сөзін ескен кезде осы кемшілігімізді түзететін болсақ, бұл иншалла осы жердегі үлкен бір жаннат болады, құрметті жамағат. Себебі Пайғамбар алейхиссалату вассалам не деп айтады? Алланың жолында егерде бір адам өзінің қатесін түзететін болса, өзінің кемшілігін естетін болса, сол жерге тауба қылатын болса, Аллах субханала тағала оның бүкіл күнәларын кешіреді деп айтады иншалла. Біз уағыз насихат айтудан да мақсатымыз не еді? Өзіміздің кемшілігімізді туралау еді, құрметті жамағат. Уағыз насихаттан айту мақсатымыз не еді? Алланың рахметінен үміт ету, құрметті жамағат. Мына бір кішкентай бір қиссаны айтып, иншалла уағызымызды аяқтасақ, Аллах субхана ва таала Құр'ан-ы Кәрімде мынандай бір аят бар екен. Аузу биллахи минаш-шайтанир раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва ла тансаул фадла байнакум. Аллах субхана ва таала Құр'ан-ы Кәрімде ва ла тансаул фадла байнакум. Сіздер араларыңыздағы бір-бірлеріңізге істейтін жақсылықтарды еш қашан ұмытпаңыздар деген мағынада аят келеді. Алхамдулиллах, өмір болғаннан кейін, ол пенде болғаннан кейін бәрімізде адаммыз, бәрімізде кемшілік болуы мүмкін, бірақ бір-бірімізге істеген бір жақсылығымыз болатын болса, сол пендем Бақытжан маған бір ретте бір жақсылық жасаған еді деген сияқты жақсылықты ұмытпайтын болсақ, бұны кім бұйырып жатыр? Аллах субхана ва таала وَلَا تَنْسَعُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ бір-бірлеріңіздің араларыңызда істеген жақсылықтарды ұмытпаңдар деген аятқа араб елінде сол аятқа амал еткен бір бауырымыздың өмірінен өткен бір оқиға. Бәріміз мектеп оқығанбыз, альхамдулилла, ұстаз көргенбіз, мектеп кезінде ағайының сабағын алғанбыз. Одан кейін біреулеріміз университет оқыған шығармыз, біреулеріміз медресе оқыған шығармыз, біреулеріміз мүмкін одан да басқа оқу орындарына оқыған шығармыз. Бәрібір не бар? Біздің ұстазымыз, апайымыз, ағайымыз бар. Сол сияқты бір кісі айтады, мен кішкентай бала едім. Кішкентай бала едім. Бала кезімде менің өмір сүруім өте қиын еді. Тіпті үйімізде жейтін бір тамағымыз, осындай қарнымызды тойғызып жейтін тамағымыз болмайтын еді. Сонда Алланың қалауымен кішкентай кезімізде мектепке барған кезде ұстазым айтты деді. Бізде де сонда әдет бар, мектептерде егерде бір адам бір не істейтін болса, мектеп ұжымы балдарды Түркістанға, басқа бір жерлерге апарып, көрсетіп, сол сияқты менің ағайым не істеді деді? Мені егерде пәлен күні ендігі аптада мектеп болмаған күн сендерді сондай қыдыруға пәлен жерге апарам деп айтты деді. Сонда құрметті жамағат, қараңыздаршы, субханаллах, адам баласы шын мәнінде бір адамның жасаған бір кішкентай жақсылығы өмірде қалып кететін екен да. Сонда мен үйге бардым, әке-шешеме жалынып сұрадым дейді. Әке-шешеме айттым, әкешім, маған 1 риал ақша берсеңізші. Бір кішкентай риал ақша беріңіз, мен өзімнің бірге оқитын оқушылармен, ағайыммен сондай бір жерге айналуға алып барып жатыр деп айтсам, әкем де, шешем де өкінішке орай үйімде жейтін тамағым болмаған соң,
men ulaydı, қалай болса да жыладым да, басқа нәрсе де істедім. Бірақ әке шешем ол ақшаны маған тауып бере алмады. Сонда амал жоқ, мектепке басымды салбырап бардым. Мектепке барған соң ағайым мені сол нәрсені білді да, пәленшелер ақша алып келген адамдар кәні алып кесін ақшасын. Жиналған кезде мен басымды салбырап отырдым. Балам, сенде не болды десе, ағай осындай жағдай болды. Сонда ағайым маған айтты, пәленше, сен егерде осы сұраққа жауап беретін болсаң, мен саған ақша берем деп айтты деді. Мен білетін бір сұрақты ағайым сұрақ қойған кезде мен қуанғаннан жауап бердім. Мына пәленшенің атынан деп 1 риал ақшаны мына балдардың ақшасына қойды. Сонда Алланың қалауымен арада уақыттар өтті. Бәріміз тура осындай жігіт болып қалдық. Аллах субханала тағала рызқыма, малыма, жаныма, өміріме сондай берекеттер беріп тастады. Алла тағала маған мал дүниені де берді. Осындай достарыммен отырған кезде кішкентай кездерімізді бір еске алдық. Бәріміз бір кішкентай уақытымызды бір еске алатын болсақ, бәріміздің өмірімізден сондай бір оқиғалар өткен, құрметті жамағат. Сонда не деп айтты? Мен достарым өміріндегі кішкентай кездегі оқиғаларды айтқан кезде, мен кішкентай кездегі ұстазымның маған берген осы 1 риалы есіме келді деп айтады. Сонда ойладым да, сол үйге барған соң ертең ұстазымды іздеп кеттім дейді. Мен ауылдан қалалы жерге, ұзақ жерге көшіп кеткен едім. Кесем, ұстазым пенсияға шығып, яғни басқа жерге көшіп кеткен екен. Ұстазымды іздеп бардым. Ұстазымды іздеп барып, ұстазымды таптым. Ұстаз, есіңізде ме? Пәленше деген мен баламын. Кезінде маған сондай бір жақсылық жасаған едіңіз. Енді мен сіздің жақсылығыңызға рахметімді айту үшін келдім деп айтады. Сонда не деп айтты? Балам, сол кездегі 1 риал ақшаны беру үшін келдің ба? Мен сіздің сол 1 риал ақшаңызды беру үшін келдім. Сонда машинаға отырғызды да, мен ұстазымды қалаға алып бардым деп айтады. Қалаға алып барған кезде, ұстаз, сіз жасаған 1 риал ақшаңыздың сыйы мына осы көріп тұрған сіздің мына 3 этаждық үй мына сіздікі деген кезде ұстазым жылап жіберді деп айтады, құрметті жамағат. Сонда ұстаз жылағаннан, менің берген сыйлығым онда емес еді ғой десе, ұстаз, мына сіздің мініп жатқан машина, ол да сіздің машинаңыз деп айтты деп айтады. Сонда қуанғаннан, мен ұстазым маған мынандай сөзді айтты деп айтады. Аллахым, мені кезінде істеген бір жақсылығыма Раббым сондай сыйлық беретін болсаң, менің жасаған Алла үшін, Алланың ризалығы үшін жасаған құлшылықтарымның, яғни сыйы қалай болатын екен деп ұстазы жылады деп айтады. Құрметті жамағат, қараңыздаршы. Альхамдулилла, біз Алла үшін мына дастархан жайылған дастарханның сыйы болмай ма? Бұл дастарханның сыйы Құдай қаласа Алланың алдында үлкен болады. Біз осы бір адамның өмірінен өткізген кішкентай бір бұл қисса бол. Енді осы жерде, осы қиссадан әрбіріміз өзімізге бір кішкентай бір ойлансақ та, мен егерде Алла үшін басымды саждаға қоятын болсам не болады? Мен Алла үшін әке шешемнің батасын алатын болсам, оның сыйлығы қалай болады? Алла үшін мен бір досымның көңілін көтеретін болсам, Алла үшін бір жетім жесірдің басын сипайтын болсам, Алла үшін бір намаз оқымайтын адамды намаз оқуға себеп болатын болсам, оның сыйы қалай болады деп ойласақ егер, құрметті жамағат. Аллах субхана ва тағала әрбірімізді осындай ғибратты оқиғалардан Аллахым өзімізге үлгі алып, өміріміздің соңына дейін сол нәрсеге амал жасауымызды Аллах субхана ва тағала баршамызға нәсіп етсін. Аллахым әрбіріміздің өсіріп жатқан ұлдарымызды, қыздарымызды Алла тағаланың хидаятында өмір сүрулерін, Аллах субхана ва тағала өсіріп жатқан перзенттеріміз Алладан қорқатын, елін, дінін Аллахым қорғайтын, әке шешемізді, дүниеге келген әке шешеміздің
Allah'ım ömürlerini uzak kılıp, olarning aksına dua jasaytın, özümüz sonday suyuktu Allah'ın kulları boludu. Allah hak subhanahu wa ta'ala nasip etsin. Allah'ımna Bakıtcan bağırımızdan dünyaya kelgen perzetinin kız balasın, Allah'ım ake şişesinin basına nurdan taş kiygizetin sonday bir salihalı rupaklardan boludu. Allah'ım ake şişesini cennetke kirgizetin Allah'ın sonday bir kulu boludu. Allah hak subhanahu wa ta'ala nasip etsin. Ve ahiri da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Subhanakallahumma ve bihamdik neşhedü en la ilahe illa ent nestağfiruka ve netubu ileyk ve selamun alel mursalin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Allahu akbar.